Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 40 сұрақ дайындадым, және де әр сұраққа ойлануға 8 секунд уақыт беріледі. Олай болса, ең бірінші менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз, және де ары қарай видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Олай болса, сәттілік. Бірінші тапсырма. Дұрыс таптыңыз, Айсұлтан. Ал сіз бұны білесіз бе? Айнажан, жарайсыз. Екі «н» бар ішінде. Жаннұр, өте дұрыс таптыңыз. Бұл ең оңайы. Әрине Жұлдыз, жарайсыз. Ал мұнан тауып көріңізші. Жанайым, жарайсыз. Келесі. Дұрыс таптыңыз, Қаламқас. Ал мына сұрақты таба аласыз ба? 3 буыннан тұрады. Ер-сұлтан, өте жақсы. Бұны да тауып көріңіз. Қыздың есімі Нұргүл, жарайсыз. Келесі, өте оңай. Бұл бізде алтын, өте жақсы. Ал бұл қандай сөз, қандай есім? Айсара, иә? Дұрыс. Келесі, өте оңай. Мирас, өте жақсы. Бұл да оңай. 3 буыннан тұратын. Бексұлтан, өте жақсы, жарайсыз. Мынаны таба аласыз ба? Өте оңай. Айжұлдыз, жарайсыз. Ал мынау ше? Бұл да ер адамның аты. Ернұр, өте жақсы. Келесі. Қыздың аты. Күмісай, өте жақсы. Мұнаны таппау мүмкін емес. Қызғалдақ. Келесі. Қара көз. Ал мынау қандай есім? Қазір хит болып жатқан. Балқия, балқия деген өлең бар, иә? Ал мынау? Жолбарыс, жарайсыз. Келесі. Нұрхат, өте жақсы. Ал мынау қандай? Алтын сары, өте жақсы. Ал мынау қандай есім, қыздың аты? Балым, өте жақсы, жарайсыздар. Осыған ұқсас ат бізде кездескен. Гүлнұр. Келесі, ал мынау қандай есім? Қыздың есімі? Жангүлім деген есім бұл. Ал мынаны білмеу мүмкін емес.
Баян, жарайсыз. Бұл бізде Елжан, өте жақсы. Ал мынау қандай есім? Қыздың есімі? Әрине, бұл Мереке. Соңғы есім бұл бізде, соңғы тапсырма. Ер адамның аты? Алмат. Жарайсыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сізге тапсырмалар ұнады ма? Ұнаса менің каналыма міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып өтуіңізді сұраймын.